Сәлематсыздар ма балалар? Математика пәніне қош келдіңдер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз 20-ға дейінгі сандарды қосу деп аталады. Бүгінгі сабақта біз сендермен 1-ден 20-ға дейінгі сандарды санауды, сандарды разрядтық қосылғыштарға жіктеу арқылы бірліктер мен ондықтарды ажыратуды және де 1-ден 20-ға дейінгі сандарды қосуды үйренетін боламыз. Ал балалар, ол үшін біз қазір сіздермен 1-ден 10-ға дейін санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жақсы балалар, бұл сандар бізде бір таңбалы сандар. Бірақ балалар, бұл жерде бір сан бізде бір таңбалы санға жатпайды. Қайсы екенін тауып беріңіздерші маған? Әрине балалар, 10 саны бір таңбалы санға жатпайды. Өте жақсы. 10 саны бізде 2 таңбалы сан. Олай болса балалар, 1-ден 9-ға дейінгі сандар ғана бір таңбалы сандар болады екен. Себебі әрқайсында бір ғана таңбадан. Ал егерде оларды біз разрядтық қосылғыштарға жіктейтін болсақ, олар бізде бірліктерге тең болады. 1 бірлік, 2 бірлік, 3 бірлік, 4 бірлік, 5 бірлік, 6 бірлік, 7 бірлік, 8 бірлік, 9 бірлік. Жақсы. Енді қазір біз сіздермен 10-нан 20-ға дейін санап көрейік. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Өте жақсы. Ал бұл сандар неше таңбалы сандар? Әрине, 2 таңбалы сандар. Бұл сандарда балалар, ондық та бар, бірлік те бар. Оны мен сіздерге қазір түсіндірейін. 10 санның ішінде бір 10 бар. Олай болса, сандық разрядтық қосылғыштарға жіктейтін болсақ, 10 саны бір ондыққа ғана тең болады екен. Ал 20 саны ше? 2 ондыққа. Себебі 20 санының ішінде 10-нан 2 бар. 10 қосу 10 болады 20. Сондықтан 20 2 ондыққа тең екен. Олай болса, мына 2 таңбалы сандарда, яғни 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 сандарында ондық та бірлікте бар деп отырғаным содан. Яғни қараңыздар, 11 санын алып қарайықшы. 11 санында бір ондық, бір бірлік бар. 12 санында бір ондық, 2 бірлік бар. 13 санында бір ондық, 3 бірлік. 14 санында бір ондық, 4 бірлік. Яғни балалар бұл қалай? 10 қосу 4. 10 қосу 5. Яғни бір ондық қосу 5 бірлік деген сөз. Бір ондық қосу 6 бірлік тең болады 16. Яғни 20-ға дейін, 20-дан әрі қарайда осылай кете береді. Тақырыпқа оралайық. Жақсы ма? Ереже. 2 таңбалы санға бір таңбалы санды қосу үшін бірлікке бірлікті қосып, шыққан нәтижеге
ондықты қосуымыз керек екен. Ол қалай? Мысалы, сенде 10 қарындаш болды. Сосын мен саған тағы да бір қарындашты сыйға тарттым. Сонда сенде неше қарындаш? Қане, есептеп көрейік. 10 қосу 1 тең болады? Әрине, 11. Ал егер 10 разрядтық қосылғыштарға жүктейтін болсақ, 1 ондық 1 бірлік болады екен. Яғни міне 10 қосу 1 11. 10 деп тұрғанымыз 1 ондық, 1 деп тұрғанымыз 1 бірлік. Жақсы. Тағы да мысал келтіріп көрейік. Сенде 14 ойыншық бар. Анаң саған тағы да 3 ойыншықты сатып әперді. Сонда сенде неше ойыншық? Оны табу үшін біз қазір бұны есептеп көрелік. Бұны есептеу үшін біз ережеге сүйенеміз. 14 қосу 3 тең неше? Оны табу үшін біз мына 14 санын разрядтық қосылғыштарға жүктейік. 14 саны бізде 1 ондықтан және де 4 бірліктен тұрады. Ереже бойынша 2 таңбалы санға 1 таңбалы санды қосу үшін 2 таңбалы сандағы бірлікке екінші қосылғыштың бірлігін қосу керек. Яғни 1 таңбалы бірінші қосылғыштың ішіндегі бірлік қайсы? Әрине 4. 4-ке біз қазір 3-ті қосамыз. Себебі 4 те бірлік, 3 те бірлік. 4 қосу 3 тең болады 7. Ереже бойынша бірлікке бірлікті қосқаннан кейін барып, біз оған ондықты қосамыз. 4 қосу 3 тең болады 7. 7-ге 10-ды қосамыз. Ауыстырымдылық қасиетін пайдалансақ, 10 қосу 7 тең болады 17. Өте жақсы. Егерде оны біз оқулық бойынша немесе разрядтық қосылғыштарға жүктеу арқылы оқитын болсақ, 14 ол бізде 1 ондық 4 бірлікке тең. Бұның ішінде біз тек қана бірлікті қосып аламыз, 4 бірлік қосу 3 бірлік тең болады 7 бірлік. Сонда 1 ондық қосу 7 бірлік 1 ондық 7 бірлікке тең. Яғни 17. Сандық сәуле арқылы көрсететін болсақ, 14 ол біздің ең алғашқы ойыншығымыздың саны, және де 1, 2, 3 ойыншығымыз бар тағы да. Оны бізге анамыз сатып әперген. Яғни 14 қосу 3 тең болады бізде 17. Яғни қазір бізде дәл қазір 17 ойыншығымыз бар екен. Өте жақсы. Енді тағы бір есепті өзіміз шығарып көрелік. Мына кірпі ана отырған алмаға жете алмай тұр, балалар. Ол алмаға бару үшін кірпіміз неше қадам аттау қажет? Қане, бірге санап көрелік. Дәл қазір ол 5-ші сатыда орналасқан. 5-ші сатыдан 15-ші сатыға дейін жету үшін неше саты қажет екен? Қане, санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. Егерде оны есептейтін болсақ, 5 қосу 10 тең болады. Қосудың ауыстырымдылық қасиеті бойынша есептейтін болсақ, 10 қосу 5.
тең болады 15. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі есеп 13 қосу 4. Балалар, бұл жерде ондық та бар. 13 санына қарасаңыздар. Бірлік те бар. Ережені еске түсірейікші. Екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосу үшін бірлікке бірлікті қосамыз, және соңынан ондықты қосамыз. Онда біз не істейміз? 3-ке 4-ті қосамыз. Себебі 3 пен 4 бізде бірлік болып табылады. Ауыстырымдық қасиеті бойынша 4-ке 3-ті қоссақ, 7 шығады. Оған біз бір ондығымызды қоссақ, 17. Өте жақсы. Өте жақсы. Келесі есеп 11 қосылған 3. Бұл жерде де екі таңбалы санымыз бір ондықтан, бір бірліктен тұр екен. Ондықты қоя тұрамыз. Бір бірлікке 3 бірлікті қоссақ, әрине 4. 4-ке біз ондығымызды қоссақ неше шығады? Әрине 14. Өте жақсы. Келесі есептерді өзіміз шығарып көрелік. 11 қосу 7. Бұл жерде де ондығымыз да бар, бірлігіміз де бар екен. 11-ге 7 қоссақ неше шығады? 18. Өте жақсы. Соңғы есеп 14 қосу 5 дейді. Бұл жерде де екі таңбалы санымыз ондық пен бірліктен тұрады. Бір ондық, 4 бірлік. 4 бірлікке 5 бірлікті қосамыз, 9. 9-ға 10-ны қосамыз, 19. Өте жақсы, бәрекелді. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, тағы бір мысалға қарап көрейікші. Мынау ақшалар, тиындар салынған кішкентай құтылар. Бірінші құтыда 15 тиын бар екен. Оған тағы да 3 тиынды қосып салсақ, неше тиын болады? 5 бірлікке 3 бірлікті қосамыз, 8. 8-ге 10-ды қосамыз, әрине 18. Жақсы. Енді 18 тиынымызға тағы да 2 тиын келіп қосылады. 8 бірлікке 2 бірлікті қосамыз, 8-ге 2-ні қоссақ, 10. 10 бізде бір ондыққа тең. Бір ондық қосу бір ондық тең болады 20. Өте жақсы. Келесі есеп 13 қосу 2. 3 бірлікке 2 бірлікті қосамыз, 5. 5-ке бір ондықты қоссақ, 15. Жақсы. Келесі есепті өзіміз шығарып көрейікші. 11 қосу 8. Тең болады 19. Өте жақсы. Керемет. Олай болса балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сіздермен бүгінгі тақырып бойынша барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Балалар, бүгінгі тақырыпты еске түсірейікші. Бүгінгі тақырыбымыз қалай аталушы еді? Иә, 20-ға дейінгі сандарды қосу. Сонымен қатар, екі таңбалы сандарды бір таңбалы сандарға қосу деп те атауға болады. Ал қанеки балалар, ережені еске түсірейікші. Екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосу үшін не істеу керек? Әрине, ең алдымен бірлікке бірлікті қосып, соңынан шыққан жауапқа ондықты қосу қажет. Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, барлықтарыңа көп рахмет.
Сабаққа бүгін сіздер өте жақсы қатыстыңыздар. Жарайсыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.